Безеулер кейде кішкентай ғана дақ сияқты көрінгенімен адамның өз-өзіне сенімін қатты түсіріп жібереді. Бүгін мен саған безеуден құтылуға көмектесетін 5 нақты әрі тиімді жолды айтып беремін. Қымбат кремсіз, дәрісіз, табиғи әрі нәтижелі әдістер. Ең бірінші, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Бірінші, теріні дұрыс тазалау. Безеудің 70% дұрыс күтім жасамаудан пайда болады. Көп адам күніне бір рет жуынумен шектеледі, немесе тым қатты сабын қолданады. Ал шын мәнінде бет терісін күніне 2 рет таңертең және кешке жұмсақ pH балансы сақталған гелмен тазалау керек. Кешке ұйықтар алдында міндетті түрде бетті кірден, шаңнан және макияж қалдығынан тазартуды ұмытпа. Өйткені дәл сол кезде тесіктер бітеліп, жаңа безеулер пайда болады. Екінші, ылғалдандыру безеуге қарсы дәрі. Көпшілік бет майлы болса, ылғалдандырмау керек деп ойлайды. Бұл ең үлкен қателік. Терің ылғалсыз қалса, ол өзін қорғау үшін тағы да май бөледі. Нәтижесінде тесіктер бітеліп, безеулер көбейеді. Сондықтан майсыз, жеңіл, текстуралы гель, крем немесе сары су қолдан. Мысалы, гиалурон қышқылы бар өнімдер майлы теріге өте пайдалы. Үшінші, дұрыс тамақтану. Безеудің тағы бір себебі ішкі факторлар. Қант, сүт өнімдері мен фастфуд безеудің негізгі достары. Терің таза болсын десең, мәзіріңе көбірек жасыл көкөніс, балық, жаңғақ және су қос. Сондай-ақ ішек микрофлорасын қалпына келтіретін тағамдар, айран, пробиотиктер де көмектеседі. Сыртқы күтімнен бөлек ішкі тазалық та маңызды екенін ұмытпа. Төртінші, ұйқы мен стрессті бақылау. Безеудің көп шығуы тек күтімнен емес, ұйқы мен күйзелістен де болады. Ұйқы кезінде тері қалпына келеді, ал сен түнгі 2-де телефон қарап жатсаң, терің де гормондарың да демалмайды. Күніне кем дегенде 7-8 сағат ұйықта, ал стресс болғанда терең тыныс алу, серуендеу немесе медитация жасап көр. Тыныштық терінің ең жақсы дәрісі. Ал ең соңғы 5-ші, халықтық және табиғи әдістер. Егер химиялық кремдерге сенбесең, үй жағдайында табиғи маскаларды қолдануға болады. Мысалы, бал мен таршын маскасы бактерияны жояды. Саз глина маскасы артық майды тартып алады. Алоэ вера гелі теріні тыныштандырады. Тек бір ескерту, табиғи өнім болса да алдымен кішкентай жерге жағып, аллергия бар жоғын тексер. Безеуден құтылу бір күндік процесс емес, бірақ егер сен осы 5 әдісті тұрақты түрде жасасаң, 2-3 аптада-ақ терінің айтарлықтай жақсарғанын байқайсың. Теріңді жақсы көр, оған қамқор бол, сонда ол саған сұлулықпен жауап береді. Егер осы видео ұнаса, лайк басып, арнаға жазылып кет. Келесі видеода терінің жарқырап тұру құпиясын бірге талқылайтын боламыз. Қош бол!